Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ әдебиеті. Сабағымызды бастамай жатып, мына видеомен суреттерге мән берейік. Оқушылар, енді осы видеомен суреттер арқылы біздің тақырыбымызды тауып көрейікші. Иә, оқушылар, дұрыс айтасыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Мұхтар Әуезовтің Көксерек әңгімесі. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын сіздерге қасқыр жайында қызықты ақпараттар айта кетсем. Жер бетіндегі ең жұмбақ, ақылды және қатыгез жануарлардың бірі бұл қасқыр. Қасқырлар 9 километр қашықтықтағы дыбысты ести алады. Қасқырдың иіс сезу қабілеті адамнан 100 есе күшті екен. Қасқырлар суда малтуды біледі. Олар 13 километр бойы тоқтаусыз жүзе алады. Аш қасқыр 10 килограмм етті өзі жалғыз жеп қоюы мүмкін. Тамақтанбай 10 күн жүруге шамасы жетеді. Олар әрдайым көгілдір көзбен, соқыр және саңырау болып туылады. Жыртқыш аң болса да ол сәбізбен және де қарбызбен қоректене береді. Оқушылар, сіздерге қасқыр туралы қызықты ақпараттар ұнады деп ойлаймын. Ендеше сабағымызды бастайық. Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте Семей облысы Абай ауданында дүниеге келді. Әкесі Омархан, атасы Әуезде хат танитын, сауатты, салиқалы адамдар болған. Мұхтар атасы Әуездің, әжесі Дінәсілдің тәрбиесінде болған. Атасы Мұхтардың сауатын әліпбимен емес, Абай өлеңдерімен ашты. Жастайынан Абай өлеңдерін жаттап өсті. Бала Мұхтар Абай рухымен ер жетті. Мұхтар Әуезов ғұлама жазушы. Оның шығармалары Қорғансыздың күні, жетім және де тағы басқа. Ендеше оқушылар, Көксерек әңгімесіне оралайық. Көксерек әңгімесі қалай жазылды? Оның шығу тарихын білеміз бе? Ендеше балалар, барлығымыз тыңдаймыз. Бірде мен қабырға күнтізбесін сатып алдым. Сол күнтізбе Мұхтардың жазу үстелінің тұсында ілулі тұратын еді. Сонда белгілі суретшінің салған суреті бар болатын. Қысқы түн, қар жамылған меңіреу дала. Сонау алыста көз ұшында қар басқан кішкентай ағаш оттар көрінеді. Ең алдыңғы қатарда түнде жортқан қасқыр тұр. Міне, сол сурет Мұхтар Әуезовтің сонау жас бала кезінде кәнігі аңшылардан естіген әңгімелерін есіне түсірген болуы керек. Енді міне, күн сайын көз алдынан осы суреттегі көрініс кетпеген Мұхтар өзінің Көксерек әңгімесін жазған болатын, дейді Валентина Әуезова. Оқушылар, сіздерге Көксерек әңгімесінің жазылу тарихы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді Көксерек әңгімесі не жайында, оның негізгі идеясы қандай, соны келесі бейне жазбадан бірге тыңдайық. Әуезовтің 1929 жылы жазылған Көксерек әңгімесі адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсететін жаңа тынысты шығарма. Автор шағын көлемге мол мағына сыйдырған. Әңгімеде қасқыр, табиғат, адам мәселесі сөз болады. Жаратылысқа әуенді сарын үлкен идея құласып, Сахара топырағындағы шындықта қанық бояу айқын колориттен бейнелеген Көксерек бір әдебиет шеңберінен биіктеп көтеріліп, әлемдік жауһарлар қатарына қосылған. Сонымен оқушылар, сіздерге Көксерек әңгімесінің жалпы мазмұны түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше біз шығарманың жанрына, тақырыбына, оның идеясына және де шығарманы жазуға не себеп болды, осының барлығына сабақты қалай түсіндіңіздер, соны білу үшін тоқталып кетейік. Яғни шығарманың жанры не болды, балалар? Әрине, ол повесть. Көксерек әңгімесінің тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Я, адам мен табиғат. Оның идеясы табиғат заңдылығын сақтау, адамдардың оны түсіне білуі. Соңғы шығарманы жазуға не себеп болды? Әрине, ол барлығымызға белгілі, жазушының жұмыс үстеліндегі күнтізбедегі қасқыр суреті.
Оқушылар Мұхтар Әуезовтің «Көксерек» повесі тек қана шығарма түрінде ғана емес, сонымен қатар фильм ретінде де түсірілген. Біз оны білеміз, қазіргі таңда көгілдір экраннан барлығымыз көріп жүрміз. 1973 жылы Қазақфильм киностудиясы повесть желісімен «Көксерек» драмалық көркем фильмін түсірген болатын. Егер де арамызда осы фильмді көрмегендер болса, көруге кеңес беремін, өте қызықты фильм. Енді оқушылар шығарманың сюжеттік композициялық құрылысына бірге талдау жасайық. Бірінші, оқиғаның басталуы. Қарадыр табиғаты, сайдағы қасқырлар мекені. Екінші, оқиғаның байланысы. Адамдар шабуылы, көксеректі асырауы. Үшінші, оқиғаның дамуы. Көксеректің ауыл тіршілігін жатсынуы. Төртінші, шиеленісуі. Көксеректің өз қандастарына қосылуы. Бесінші, шарықтау шегі. Көксеректің жойқын күшке айналуы. Соңғы оқиғаның шешімі, Құрмаштың қазасы және де әже зары. Сонымен оқушылар, сіздерге «Көксерек» әңгімесі түсінікті болды деп ойлаймын. Оның тақырыбына, идеясына, шығу тарихына жеке-жеке тоқталдық және де жеке композициялық талдауда жасадық. Ендеше балалар, сіздердің тақырыпта қаншалықты меңгергендеріңізді білу үшін келесі тест сұрақтарына назар аударуларыңызды сұраймын. «Көксерек» әңгімесінің авторын көрсетіңіз. Балалар, Мұхтар Әуезов. «Көксерек» әңгімесінің басты кейіпкерін көрсетіңіз. Дұрыс айтасыңдар балалар, ол Құрмаш. Әңгіме не туралы? Қазақ қыздарының тағдыры, оқу білім туралы, жетім балалар тағдыры, адам мен табиғат арасындағы байланыс. Балалар, адам мен табиғат арасындағы байланыс. Әңгіме қай жерде болды? Қараадыр, Алматы маңы, Жетім көлде, Торғайда. Балалар, Қарадыр сайы. Ұры, асырасаңда мал болмайды, тұқымы жау емес пе? Кімнің сөзі балалар? Әжесінің, Құрмаштың көкесінің, ауыл адамдарының, көршілердің. Ауыл адамдарының. «Көксерек» әңгімесінен келтірілген мысал қай жануардың бейнесі? Аяқтарының жуандық сомдығы кем емес, дүние жүні ақсарылау келгенде маңдайы шаң қиған ақ маңғыл қасқа болатын. Көксеректің, аққасқаның, қаратөбенің, тазиттің. Балалар, бұл аққасқаның бейнесі. Көксерек қандай жанр? Комедия, өлең, жыр, әңгіме. Балалар, әңгіме. Әңгіме қалай аяқталды? Құрмаштың өлімімен, әженің батасымен. Көксерек пен Құрмаштың достығымен, барлығы бақытты. Құрмаштың өлімімен. Мұхтар Әуезовтің бұл шығарманы жазуға не түрткі болды? Жары, қабырғадағы күнтізбеге қарап, ауыл аңшыларынан естіген әңгімесі, қасқыр туралы фильмдер, өз бастынан өткен оқиғасы. Балалар, қабырғадағы күнтізбе себеп болды, Тұқымын сезген екен жүзі қара. Қой балам, бұны өлтіріп терісін алу керек. Кімнің сөзі балалар? Әжесінің, досының, қасенінің, ешкімнің. Балалар, бұл әжесінің сөзі. Оқушылар, сіздерге тест сұрақтары қызықты болды деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Халида Саңқалқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.